Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы растрлық суреттерді өңдеу. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты графикалық редактордың негізгі құралдарын қолдана отырып, растрлық кескіндерді жасау және өзгерту қабілетін көрсету. Балалар, өткен сабақты еске түсіру үшін сұрақтарға жауап берейік. Яғни сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрағымыз: компьютерлік графика қаншаға бөлінеді? Дұрыс жауабы 2. Өте жақсы. Келесі сұрақ: растрлық графиканың ең көп қолданылатын программаларының бірі? Дұрыс жауабы Paint. Жарайсыңдар. Келесі сұрақ: экран бетінде көрсетілетін бейненің ең кіші элементі? Дұрыс жауабы пиксель. Өте жақсы. Келесі сұрақ: яғни алдымызда шығып тұрған терезе қандай бағдарлама? Дұрыс жауабы Paint. Өте жақсы. Келесі сұрақ: қағазда, мониторда, теледидар экранында кескіндерді құрайтын нүктелердің екі өлшемді жиынтығы? Дұрыс жауабы растр. Өте жақсы. Өте жақсы балалар, сұрақтарға жақсы жауап бердік. Яғни біз Paint редакторда растрлық кескіндермен, нүктелермен жұмыс жасайтынын білеміз. Яғни бүгінгі сабақта біз растрлық суреттерді өңдеуді үйренеміз. Яғни растрлық суреттерді өңдеу бізге қиындық туғызбайды. Біз Paint редакторында құрал саймандармен әдемі, оңай сурет салу ойай аламыз. Яғни Paint редакторында бізде дайын түрлі, яғни фигуралар бар. Осы фигура арқылы біз кез келген суретті салып, суретімізді әдемі қылып, өңдеп жасай аламыз. Яғни фигураның стилін біз қалай өзгерте аламыз? Ол үшін біз фигураның стилін өзгерту үшін фигуралар тобындағы контур батырмасын басып, стилді таңдаймыз. Контурдың өлшемін өзгерту үшін оның қалыңдық батырмасын басып, сызықтың өлшемін таңдаймыз. Сонымен қатар оның түстерін де өзгерте аламыз. Яғни ол үшін біз түстер тобын таңдау арқылы біз осы салған фигурамызды бояй аламыз. Енді балалар, тағы да бір тапсырманы орындайық. Яғни сәйкестікті белгілейміз. Алдымызда құралдар саймандар тақтасындағы құралдар берілген. Сол құралдардың қызметтерін анықтаймыз. Жақсы балалар, енді тапсырманы бірге орындайық. Яғни бірінші суретте бізде өшіргіш. Ол бізде яғни кескін фрагменттерін жояды. Екінші суретіміз, яғни бұл бізде жабық аймақты таңдалған түспен бояйды. Үшінші суреттің жауабы, бұл бізде суреттің бір бөлігін үлкейтеді. Төртінші суретіміз мәтін жазу. Соңғы суретіміздің жауабы кескін фрагменттерін таңдайды. Балалар, келесі тапсырмамызды орындаймыз. Яғни Paint-тың құралдары: қарындаш, үстел палитрасы, бөлектеу, қарындаш, қылқалам, кесу, үстел палитрасы, кесу, кірістіру,
Өте жақсы балалар. Келесі тапсырмамызды орындаймыз. Яғни практикада қолдану тапсырмасы. Гүлдің суретін саламыз. Оның суретін белгілеп бірнеше көшірмесін жасаймыз. Гүлдерді әртүрлі түске бояп, түрлі бағыттарда бұрып, суретті өзгертеміз. Яғни балалар Paint редакторында суретімізді саламыз. Гүлімізді салу үшін ең бірінші шеңбер сызып аламыз. Шеңбердің қалыңдығын өзіміз таңдаймыз, кез келген қалыңдықты. Ішін қызыл түске бояймыз. Шеңбердің ішін қызыл түске. Шеңберді белгілеп аламыз. Шеңберді белгілеп, бір көшірмесін жасаймыз. Келесі, шеңберімізді өлшемін өзгертеміз. Кішірейтіп аламыз өлшемін. Енді келесі гүлдің жан-жағын жасаймыз. Яғни үлкен шеңберлерді гүлдің жан-жағына қоятын боламыз. Оның да өлшемін өзгертіп аламыз. Енді осы шеңбердің бірнеше көшірмесін жасаймыз. Гүлімізді жасаймыз. Шеңберлерімізді қойып шығамыз дөңгелектеп гүлімізге. Гүлімізге бірнеше шеңберді қоямыз. Енді гүліміздің ортасын сары түспен бояймыз. Келесі, гүліміздің сабағын жасаймыз. Ол үшін қисық сызықты пайдаланамыз. Яғни гүліміздің сабағын жасап аламыз қисық сызықпен. Оны өзгертеміз, сабағын келтіреміз өзіміз. Одан кейін гүліміздің жапырағын салу үшін жасыл түсті пайдаланамыз. Ол үшін де қисық сызықты пайдаланып, гүліміздің жапырағын саламыз. Өзіміздің жапырағын салуына қарай, яғни сызықты өзгертіп, қисық сызықпен өзгертіп, жапырақтың суретін салатын боламыз. Яғни жапырақтың түрін келтіріп аламыз. Жасылға бояймыз оның ішін. Екінші жапырағын саламыз. Қисық сызықты пайдаланып. Ішін жасыл түске бояймыз. Екінші жапырақтың. Енді осы суретімізді, гүліміздің бірнеше көшірмесін жасаймыз. Яғни белгілеп аламыз. Копировать батырмасын басып, өз келесі жаңағы екінші гүлімізді көшіріп аламыз. Яғни гүліміздің суретін көшіріп аламыз. Осылайша гүлімізді бірнеше суретін көшіріп алып, гүлімізді саламыз. Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымызды аяқтамас бұрын, бүгінгі сабақты қалай түсіндіңдер? Ой шырақтар арқылы кері байланыс жасаймыз. Яғни қызыл түсті таңдасаңдар, мен бүгінгі сабақты түсінген жоқпын. Сары түсті таңдасаңдар, мен бүгінгі сабақты түсіндім, бірақ әлі де түсінетін жерлерім бар. Жасыл түсті таңдасақ, бүгінгі сабақ маған түсінікті болды. Бүгінгі сабақ ұнады. Кері байланыс жасаймыз балалар. Жақсы балалар, үйге тапсырма жазып аламыз. Үй тапсырмасы, оқулықтағы 45-ші бет. Сен Қазақстанның қандай танымал суретшілерін білесің?
ақпарат тауып дәптерге әрқайсысы туралы қысқаша мағлұмат жазып келу. Назарларыңызға рахмет.